Сәлем достар, біз бүгін сіздермен тыныс белгілерін ағылшын тілінде қалай айтатынын үйренеміз. Жалпы тыныс белгілерін біз ағылшын тілінде punctuation деп атаймыз. Өте оңай, көп уақыттарыңыз кетпейді. Бірінші нүкте. Нүктені біз a full stop деп атаймыз. A full stop. Үтір. A comma. Сұрақ белгісі. A question mark. A question mark. Леп белгісі. An exclamation mark. An exclamation mark. Үтір, көп нүктелі үтір. Semicolon. Semicolon. Екі нүкте. Colon. Colon. Тире. A dash. A dash. Дефис. A hyphen. A hyphen. Апостроф. Апостроф дегенде he, she дегенде қысқартып жазылады ғой. Соны біз апостроф дейміз ғой. Оны an апостроф деп ағылшыншасы да дәл солай аталады. Көп нүкте. An ellipsis. An ellipsis. Жақша. Кәдімгі жақша. Parenthesis. Parenthesis. Тік жақша. Brackets. Brackets. Тағы да назарларыңызға ұсынамын. Жазып алсаңыздар болады дәптерлеріңізге. Барлығын қай кезде қолданылатынын өздеріңіз жалпы қазақ тілінде білесіздер. Ал бұлар тек ағылшын тілінде қалай аталатынын көрсеткен. Білімдеріңіз шыңдала берсін. Келесі бізде future continuous болады. Менің YouTube каналыма жазылып, жаңа сабақтардан қалып қоймаңыздар.